Жастар ауырдың үстімен, жеңілдің астымен жүргенді жөн санайды. Қасым-Жомарт Тоқаев олардың маңдай термен жұмыс істегісі келмейтінін ашып айтты. Өйткені жас буын бізде адал еңбек бағаланбайды деп есептейді. Сондықтан бастықтарға жақын жүріп, жеңіл жолмен күн көріп жатқандарды үлгетуде. Тіпті кейбірі мемлекетке масыл болуды әдетке айналдырған. Жастар бастықтар мен ауқаттыларға жақын жүретін түрлі алаяқтардың, жемқорлардың шалқын өмір сүріп жатқанын көріп отыр. Тіпті соларға қарап бой түзейтін болды. Қоғамда табысқа жетудің төте жолы осы деген қате түсінік орнығуда. Оған қоса тағы бір жағымсыз үрдіс бар. Кейбіреулер адал еңбекпен жетістікке жететін мүмкіндік жоқ екенін көрген соң, еш әрекетсіз қол қусырып отырады. Жұмыс істеудің орнына жақындарына да мемлекетке де масыл болды. Президент жәрдемақы мен жеңілдік талап етіп алақан жаюдан арланбайтын тұрғындарды да сынға. Тіпті олар жергілікті билікке қоқан-лоққы көрсетуден де тайынбайды. Бүгінде бұл басты мәселе болып отыр деген Қасым-Жомарт Тоқаев елді адал еңбек етуге шақырды. Өйткені жұмыс істеу бәрімізге ортақ міндет. Ұлтты жегідей жейтін осы кеселдер елімізді кері тартуда. Министрден малшыға, қаржыгерден қара жұмысшыға дейін әрқайсымыз бұл туралы терең ойлануымыз керек. Тиісті қорытынды жасап, дұрыс әрекет етуіміз қажет. Сонда ғана біз өркениетті қоғам құраламыз. Дегенмен қанша жұмыс істесе де мардымсыз жалақы алатындар аз емес. Әйтсе де бүгінгі дейін халықтың табысы өсіп жатыр деген көпірме есеп берілуде. Осылай деген мемлекет басшысы бүгінде жұмыс берушілердің пайдасы мен бағаның көтерілуіне қарағанда еңбекақы әлде қайда баяу өсіп жатқанын жеткізді. Тіпті бизнеске жүктеген кейбір қосымша шығынды кәсіпкерлер халықтан өндіріп алуға тырысатыны жасырын емес дейді. Қазіргі таңда 1 миллионға жуық адамның табысы ең төменгі күнкөріс деңгейіне де жетпейді. Бұл соңғы 10 жылдағы ең нашар көрсеткіш. Сөйте тұра, орташа жалақы мен жан басына шаққандағы табыс көлемі ұдайы өсіп келеді деген көпірме есеп берілуде. Бұл нағыз көз бояушылық. Менің тапсырмам бойынша халықтың табысын арттыруға арналған бағдарлама әзірленіп жатыр. Бұл құжатта тұрғындардың кірісін көбейтумен қатар, орынсыз шығынын азайтатын тың шаралар қарастырылуға тиіс. Сондай-ақ Тоқаев жаңа Қазақстанды құру үшін түсінікті әрі әділ мемлекеттік саясат жүргізілуі керек екенін қадап айтты. Ал бұл саясат санасыз шенеуніктердің қисынсыз әрекеттеріне жол бермейді. Мөлдір Ибадуллаева, Амантай Өлбеков, Абзал Тұрабеков, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.